Келсеңдер, ана бүлікші қызды. Сонымен, Сабира, сіз өзіңізді қылмысыңызды мойындамайсыз. Мен ешқандай қылмыс жасаған жоқ. Доғар! Сен менің шыныма тиіп біттің. Енді сенімен сөз басқаша болады. Сен жатақханадағы қыздарды үгіттеп, үкіметке қарсы насихат жүргізіп, Алматыдағы алаңға шығып, бұзақыларға қосылып үн қосқаныңның өзі сенің тағдырың соңын белгілеп қойған. Сол сендейлерді қоғамнан аластамақ түгілі. Көзін құрту керек. Мен тағы да айтам, ешқандай қылмыс жасаған жоқ. Өзімнің азаматтық құқығымды қорғауға хақым бар. Қазақтың басшысы қазақ болсын деген сендер үшін қылмыс па? Ата-бабамның сан ғасыр армандаған азаматтық азаттығына қол жеткізсем деген. Алаштың арда ұлдарына қыз болсам, үн қостым. Ол мен үшін мақтан. Осы үшін құрбан болсам, арманым жоқ. Қазақ үшін жан қиған Әлихан, Мұстафа сынды арда азаматтардың арманы тәуелсіздік еді. Олардан жаным қымбат емес. Мен айтқанымнан қайтпаймын. Сенімен тәжікелесіп отыратын менде уақыт жоқ. Бүлікші екеніңді мойында. Әйтпесе не? Әйтпесе ана қасыңдағы жолдастарыңа сені сатқын, отанынан елін сатты деп жала жабасың. Бұл менің қолымнан келеді. Сендер қазақтарды мен бүкіл әлемге масқара қылып көрсету үшін мен үшін түкке де тұрмайды. Сол себепті ойлан. Ойланатын түктен жоқ. Мен айтарымды айттым. Аққа кеш шықпайды. Күндердің күнінде сендердің жапқан шалуларыңнан тарихтың өзі ағақты болатын болады. Жақын арада қазағымның өз билігі өзіне тиетініне сенем. Тек сол күнді көрсем екен. Бейшара, мен саған сенің қандай қадамға аяқ басып тұрғаныңды айтайын. Сен мына қасыңдағы бірге оқитын курстастарың жаппай оқудан шығаруға әрекет етіп жатсың. Мына қағазға қол қоймасаң, сенің кесіріңнен бүкіл қазақ группасы оқудан шығады. Так что қазірден бастап ойлан. Мен қайтып келгенше ойлан, Сабира. Қайран қазағым, расымен де күнің сөніп барам. Өр рухты намысым деп, ақтық демі қалғанша, кеудесін ешкімге бастырмайтын Кенесары, Қабанбай бабаларымның ұрпақтары шынымен де қалмаған ба? Елімнің болашағы болмыр. Кешегі ата-бабаларымның атын естіде дірілейтін келімсектер, қазақтың болашағы болады деген жастар бас көтертпей тепкілеп жатса, жас қыз бозбаласын мен сияқты шала жауып түрмеге тоғытса, болашағым қалай болады? Бұл қорлықтың шегі бар ма? Егер мен тергеушінің қолында жазылған алаңға шыққан жастардың мақсаты қонаевты қолдау емес, олардың бар ойын ішімдік пен ныша белеп алған деген жалған ақпарға қол қойса, менің кім болған? Егер қол қоймасам, жанымдай жақсы көрген адал достарымның балына қалатын болды ма? Бәрі-бір үйдің әлпештеген еркесі ғой. Ертеңінен үміт күткен елімнің болашағына қалай балташам? Тығырықтан шығатын жол болу керек. Егер бар жамандықтың соңы менімен бітетін болса, сол құрбандық мен ақ болайын. Азаматтар аман қалса болды, солардың жолында.
Қаршадайынан ақ жауқазын ақнар еді. Көктемде үйде байыз таппай, ауылдан көк қуалай ұзап кететін. Ғұмырда бәйшешектей қысқа боларын қайдан білейін. Сәбирам менің, сәбиім менің. Мен сенің балғын күніңдегі пәк күлкіңді сағындым. Қызым менің, қызғалдағым менің. Неге тым ерте солдың? Қарлығашым менің, қалықтап ұшпай қанатым. Неге? Айтыңдаршы ағайындар-ау, менің қаршадай сәбирамның қасықтай қанына әркім зәру еді. Жұлынымды сәп, жүрегімді жаралайтындай, мен мынау меңіреу заманның мылқау заңынан не істедім? Қызым бәрібір өмірден өтті деп, өзімді өзім жұбатсам да, өзегімдегі өкініштің өртін кім өшіреді? Жанымның дертін кім жазады? Кім? Қызым менің, мен енді не деймін? Мына еліңнің бақытты болашақ жолындағы соңғы сөнген жұлдызы сен. Көкірегімді ащы зар, кеудемді қайғы мұң кернесе де, өз құшағымнан жер ана бесігіне мәңгілікке беріп тұрып, халқымның тербеткенін көріп, тәубе деймін. Жұбанышым сол ғана, қасыңа қашан барғанша, сенің өшпес жығылаңа шуақтап, Құдайыма құлшылық етіп.